Достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен сырникидің рецептісімен бөлісемін. Таңғы асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Сырникидің негізгі құрамы творог, яғни ірімшік. Мен ірімшіктің осындай қапшықтағы түрін қолданамын. Осындай творогтың түрі өте майда, нәзік, жұмсақ болып келеді. Және де бұл творогпен жаңағы сырникидің формасын жасау өте оңай. Дәміне қарай қантын қосасыздар. Мен өте тәттісін жақсы көремін, сондықтан 3-4 қасықтай қостым. Келесі шым-шым тұз, және де бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап қасықпен араластыра берсеңіздер болады. Ұнымыздың барлығын қосып, тағы да араластырамыз. Біздің творогты массамыз осындай қоюланады. Осындай қоюлау болу керек. Егер сұйық болып кетсе, ол қолға жабысып, жаңағыдай формасын ұстамайды. Енді үлкен бір қасықтан қолымызға алып, ұнға жаңағыдай аунатып, сырниктің формасын жасаймыз. Менде осы массадан шамамен 15 сырник шықты. Енді табамыздың астын орташа қылып қосып қоямыз. Осындай сливочный маслоға қуырсаңыздар, дәмді болып шығады. Сырниктің бәрін қойып болғаннан кейін қақпағын жабуды ұмытпаңыздар. Қақпағын жауып, әрбір жағын 2-3 минуттай қуырамыз. Осылайша оп-оңай жасалады. Міндетті түрде таңғы асқа жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, ұнаса лайк, комментарий басып отыруларыңызды сұраймын. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.